Қаратаудың етегіндегі шағын ауыл үнемі өз ырғағымен тіршілік ететін. Алайда сол бір күздің суық таңы осы ауылдың, әсіресе Шопан Ермектің шаңырағының тағдырын мәңгілікке өзгертті. Таңсәріден күн әлі ұясынан шықпай жатып, Ермек белсенді қозғалып, бір отар қойын өріске айдауға дайындалды. Күнделікті әдетімен ол атына мініп, адал серігі төбетін қасына ертті. Әйелі Айсұлу оның қоржынына ыстық нан мен құрт ірімшігін салып беріп жатып, іштей бір мазасыздықты сезгендей болды. Ол сыртқа шығып аспанға қарады. Тау жақтан ауыр, сұрғылт бұлттар төніп келе жатты. Ауа райы бұзылатын сияқты, бүгін шатқалға тереңдемей-ақ қойсаңшы деді ол күйеуіне алаңдаулы жүзбен. Бірақ Ермек жылы-жылынып, ойлар ол жақтың шөбін жақсы жейді, кешке дейін қайтып үлгеремін деп Айсұлудың уайымын сейілткісі келді. Түске таман тау іші мүлдем өзгеріп кетті. Күн райы күрт бұзылып, айналаны қалың, көз түрткісіз тұман басты. Шатқалдың іші сондай тар әрі қауіпті еді, тіпті бірнеше қадам жердегі нәрсені көру мүмкін болмады. Осы қалың тұманның арасында Ермек отарды жинауға тырысып, айғайлап дауыстағанымен тау жаңғырығы оның үнін жұтып қойғандай еді. Кеш батты. Сұрқай ымырт жабылып түн орнаса да, өрістен малдың да, Шопанның да дабысы естілмеді. Ауылдағылар елеңдеп, Айсұлудың мазасы мүлдем қашты. Ертесіне таң ата бүкіл ауыл болып атқа мініп шатқалға қарай іздеуге аттанды. Олар таудың әрбір сай-саласын, жартастардың етегін мұқият тексерді. Алайда не бір бас қойдың, не аттың ізі, не Ермектің белгісі табылмады. Қалың тұман сол күні бүкіл отар мен Шопанды жұтып қойғандай, артында ешқандай із қалдырмаған еді. Ауыл ақсақалдары бастарын шайқап, бұл шатқалдың өз құпиясы бар, бұрында мұнда адамдар адасқан деп күңкілдесті. Тек Айсұлу ғана таудың суық желіне қарап, үнсіз көз жасын төгіп тұрды. Оның жүрегі бұл жоғалудың артында үлкен бір сұмдық барын сезгендей мұздап сала берді. Алғашқы апталар мен айлар Айсұлу үшін тозақпен тең болды. Күн сайын таң ата ол үйдің артындағы төбеге шығып, шатқал жақтан келетін жалғыз соқпақ жолдан көз алмай отыратын. Сәл ғана тұяқ дүбірі немесе ит үрген дыбысы естілсе, Ермек келе жатыр ма екен деп еске тұра ұмтылатын. Таудың ішінде бір үңгірді паналаған шығар, жараланып қалып, жүре алмай жатқан болар деген үміт оның жанын жегідей жеді. Алайда уақыт емші емес, тек күдікті ұлғайтатын қатал төреші болып шықты. Арада бірнеше ай өтіп, күздің суығы қыстың қаһарлы аязына ұласқанда, ауыл адамдарының да көзқарасы өзгере бастады. Енді ешкім тауға шығып Ермекті іздеуге құлықты болмады. Көрші қолаң ағайын туыс үйге кіріп шыққанда Айсұлуға аяушылықпен, бірақ үмітсіз қарайтын. Көп ұзамай ауыл ішінде суық қауесеттер желді есті. Біреулер ол күні шатқалға аш қасқырлардың үйірі түскен екен. Ермекті де, отарды да солар қырып кеткен дессе, енді бірі, қалың тұманда көзі байланып, атымен бірге терең құзға құлаған, содан ізі де қалмады деп кесіп айтты. Тіпті бәлкім малды сатып басқа жаққа қашып кеткен шығар деген жалалы сөздер де құлағына шалынды. Осындай ауыр сөздерді естіген сайын Айсұлудың жүрегі тілім-тілім тілінетін. Бірақ ол елдің сөзіне ермеді, ешкімге сенбеді. Түнде балалары ұйықтағанда Ермектің төрде ілулі тұрған ескі қамшысы мен киімдерін құшақтап, үнсіз егілетін. Оның ішкі түйсігі, әйелдік жүрегі Ермек тірі, ол бір жерде сені күтіп жүр деп сыбырлайтындай еді. Осы бір тылсым сенім оны алдағы ұзақ, ауыр жылдарға дайындап, мойымауға күш берді. Арада 5 жыл судай ағып өтті. 5 жыл дегеніміз Айсұлу үшін 5 ғасырға созылған зарығу мен күрес еді. Ермек жоғалғанда еңсесі түскен қара шаңырақтың жүгі енді толықтай әйелдің иығына артты. Ол тек әйел емес, балаларына әрі әке, әрі ана болуға мәжбүр болды. Тұрмыс тауқыметі оның нәзік қолдарын қасаңдандырып, жүзіне ерте әжім салды. Қыстың аязында отын жарып, жаздың аптабында шөп шауып, көршілердің малын бақып беріп, балаларын аш қалдырмау үшін жанталасты. Оның осы бір қайсарлығын көрген ауылдастары таң қалатын. Бұл қайсарлықтың артында Ермекке деген шексіз ынтық жатқан еді. Ауылдың үлкендері Айсұлудың әлі де жас, әлі де көрікті екенін айтып, қарағым, өзіңді де, балаларыңды да ойла. Ермектен хабар жоқ,
ол енді оралмайды. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан, теңіңді тауып, басыңа пана болар біреуді тапсаңшы деп ақыл айтатын. Тіпті көрші ауылдан дәулетті бір жесір ер адам бірнеше рет сөз айттырып, балаларын өз баламдай көрем, бақуатты өмір сыйлаймын деп уәде берді. Бірақ Айсұлу бұл ұсыныстардың бәріне суық қабақпен жауап қайтарды. Ол үшін ермектің орны киелі, төрі бос емес еді. Ол күйеуінің ескі шапанын әлі де төрге іліп қоятын, әр таңда оның оралатынына сеніп, қазанға артық тамақ салатын. Бірде түнде кіші ұлы, анашым, әкем менің түсіме кірді, ол таудың арғы жағында жылап отыр екен деді. Осы сөз Айсұлудың жүрегіне от тастады. Ол ермектің тірі екеніне, бірақ бір қиындықта жүргеніне енді нық сенді. Жалғыздық пен жоқшылық оны жасыталмады, керісінше оның сабырын шыңдап, тағдырдың келесі соққысына немесе сыйына дайындап жатқандай еді. Уақыт тоқтаусыз жүйрік. Ермек шатқалда жоғалғаннан бері тура 12 жыл өтті. Бұл бір мүшел, бір адамның тағдыры ұмытылып, тарихқа айналатындай уақыт. Балалары ержетіп қатарға қосылды, ал Айсұлудың шашына ақ кірді. Бірақ оның жүрегіндегі үміт оты әлі де болса сөнген жоқ еді. Күндердің бір күнінде ауылға көршілес елдің шекарасынан өтіп, тау асып келетін саудагерлер тобы аялдады. Олар алыс ауылдарда мал алып, бұйым сатып жүрген жандар еді. Осы саудагерлердің бірі, егде тартқан Мұрат есімді кісі, ауылдың ортасында отырып, көрген білгенін әңгімелей бастады. Сол жерде бір қызық жағдайды көрдім. Бір байдың қорасында мал бағып жүрген, есімі де жоқ, тілі де жоқ бір қария бар екен. Кім екенін, қайдан келгенін ешкім білмейді. Бірақ менің қолымдағы ескі қазақша киіз басу бұйымдарын көргенде, әлгі бейбақтың көздерінен жас парылып, таныс бір белгі іздегендей болды. Мұрат сөзін жалғап, қалтасынан ескі, шеті жыртылған бір суретті шығарды. Бұл саудагердің сол қыстаудан кездейсоқ сатып алған ескі заттарының ішінен шыққан, әбден сарғайған фотосурет еді. Айсұлу хабарды естіп, жұртты жарып ортаға шықты. Қолдары дірілдеп суретке қарағанда, оның демі тоқтап қалғандай болды. Суретте 12 жыл бұрынғы Ермек. Оның жас кезі, Айсұлумен алғаш отау құрғанда түскен суреті. Ермек бұл суретті әрдайым бойтұмарда етіп, ішкі қалтасында сақтап жүретін. Бұл менің Ермегім. Ол тірі. Ол мені шақырып жатыр. Деп Айсұлу дауыстап жіберді. Ол суреттегі әжім басқан, бірақ таныс бейнені жүрегімен таныды. Саудагердің айтуынша, ол жерге жету үшін адам аяғы баспайтын тік шыңдар мен қауіпті асулардан өту керек еді. Ауылдастары, ол жаққа бару, ажалмен ойнау, оның үстіне ол адам Ермек болмаса қайтесің, деп тоқтатпақ болды. Бірақ Айсұлудың шешімі нық еді. 12 жыл бойы күткен төзімі енді әрекетке айналды. Ол үлкен ұлына қарап, балам, аттарыңды сайла. Әкеңді үйге қайтаратын уақыт келді деді. Осы сәттен бастап белгісіздікке толы, қауіпті сапар басталды. Айсұлу мен үлкен ұлы қанат жолға дайындалды. Ауыл ақсақалдары батасын беріп, саудагер Мұрат жолдың картасын сызып берді. Бұл жай ғана сапар емес, тағдырдың сынағы еді. Олар шатқалдың ең биік нүктесінен асып, шекараның арғы бетіндегі тұманды алқапқа жетуі керек болатын. Жол өте ауыр болды. Алғашқы 2 күнде олар атпен жүрді. Бірақ 3-ші күні соқпақ жол мүлдем бітіп, тік жартастар басталды. Аттарды сол жердегі малшылардың үйіне қалдырып, ана мен бала жаяу өрлеуге мәжбүр болды. Айсұлудың аяқтары қажалып, тынысы тарылса да, көз алдындағы Ермектің бейнесі оған тылсым бір күш берді. Анашым, сәл демалайықшы, сіздің халіңіз нашарлап кетті деді қанат алаңдап. Жоқ, балам. 12 жыл күткенде енді бірнеше сағатқа тоқтай алмаймын. Әкеңнің есін сезіп тұрғандаймын деп жауап берді Айсұлу. Түнде олар жартастың қуысында түнеді. Таудың суық желі сүйектен өтеді, ал төменнен естілген қасқырлардың ұлыған дауысы зәрен алады. Айсұлу сол түні көз ілмеді. Ол күйеуі жоғалған сол бір баяғы тұманды күнді еске алды. Ол да осылай тоңды ма екен? Ол да осылай жалғызсырады ма екен деген ойлар жанын ауыртты. 5-ші күні олар асудың ең биік шоқысына шықты.
Ол жерден төменге қарағанда жасыл желекке оранған, бірақ өте оқшау жатқан бір кішкентай алқап көрінді. Ол жерде бірнеше киіз үй мен тастан қаланған қоралар бар екен. Саудагер айтқан тұманды алқап осы еді. Төменге түсу одан да қиынға соқты. Құлап кету қаупі жоғары болса да Айсұлу ештеңеге қарамады. Ол төменге жеткенде үсті басы шаң-тозаң, киімі жыртылған еді. Алқаптың шетіне ілге бергенде алыстан қой айдаған адамның дауысы естілді. Айсұлу тоқтап қалды. Бұл дауыс таныс па, әлде бұл тек оның қиялы ма? Оның жүрегі кеудесіне сыймай қатты соға бастады. Олар алғашқы кездескен киіз үйге қарай бет алды. Ана мен бала алқаптың шетіндегі ескі лашыққа жақындады. Ауланың іші малдың тезегі мен жусан иісіне қоса қандай да бір мұңды тыныштыққа толы еді. Лашықтың алдында жерде ескі киіздің үстінде арқасы еңкейген, шашы мен сақалы апақ қудай болған бір қария отырды. Оның үстіндегі тозығы жеткен пішіні бұлдырқұрым шапан оны мүлдем жүдеу көрсетіп тұрды. Айсұлу 5-6 қадам жерде кілт тоқтады. Оның көз алдында 12 жыл бұрынғы қайратты, күш-қуаты тасыған, қара торы жігіт емес, уақыт пен ауыр бейнеттен қажыған қарт адам отыр еді. Бірақ Айсұлу оның отырысынан, қолындағы баяғы өзі жонып берген тобылғы қамшыны ұстау мәнерінен Ермекті бірден таныды. Ермек Айсұлудың тамағына өксік тығылып, дауысы сыбырлап қана шықты. Ол жүгіріп барып, қарияның алдына тізерлей құлады. Оның қатқыл, күс-күс болған қолдарынан ұстап жүзіне қарады. Көз жасы Ермектің тозған киіміне тамып жатқанда, ол күйеуінің де өзін құшақтай жөнелуін, Айсұлуым, келдің бе деп тіл қатуын күткен еді. Алайда қарияның көз қарасы суық, бос әрі мағынасыз еді. Ол Айсұлуға қарағанымен оның кім екенін мүлдем түсінбегендей, бейне бір алдында мүлдем бейтаныс жолаушы тұрғандай сезімсіз қалды. Оның жүзінде қуаныш та, таңғалыс та жоқ еді. Ермек өзін құшақтаған әйелден шошынғандай, денесін сәл артқа тартып көздерін тайдырып әкетті. Қанат әкесінің алдына келіп, әке, бұл біз ғой. Мен Қанатпын, сіздің ұлыңызбын, деп дауыстады. Бірақ қария ештеңе түсінбегендей, тек қолдарындағы ағаш таяғын айналдырып, жерге қарап үнсіз отыра берді. Оның бұл дүниеден бас кешкен, жаны мен тәні осы алқаптың суық тастарына айналып кеткендей бейшара күйі Айсұлудың жүрегін екінші рет тілім-тілім етті. Ол Ермекті тапқанымен, оның жаны мен санасын жоғалтып алғанын енді ғана сезе бастады. Айсұлу Ермектің иығынан қысып, көздеріне үңілгенімен, оның суық та мағынасыз көзқарасынан ешқандай жылулық таба алмады. Осы сәтте лашықтан егде тартқан, жүзі суық бір бөтен ер адам шықты. Ол Айсұлу мен Қанатқа жақтырмай қарап, сендер кімсіңдер? Мына мылқау шалға неге жабысып жылап тұрсыңдар? Деп тұрсе қоя берді. Қанат алға шығып, бұл менің әкем. Осыдан 12 жыл бұрын шатқалда отар қоймен бірге жоғалып кеткен Ермек Шопан. Деп жауап берді. Әлгі адам бұл сөзді естігенде сәл абдырап қалғанымен, тез арада өзін жинап алып, шындықтың шетін шығарды. Белгілі болғандай, бұл адамдар Ермекті осыдан 12 жыл бұрын күзде шатқалдың арғы бетіндегі терең сайдың түбінен тауып алған екен. Сол бір сұмдық тұманды күні Ермек қалың тұманда жол таба алмай, аттан құлап, басына биік жартастан ауыр тас түскен. Ол өте ауыр жарақат алып бірнеше күн бойы ес-түссіз жатқан. Оны тауып алған осы алқаптың малшылары оның жарасын емдеп аман алып қалғанымен, соққының ауырлығынан Ермек тілден айырылып, мылқау болып қалған еді. Ең сорақысы, басына түскен соққы оның өткен өмірін, есімін, отбасын, тіпті кім екенін де жадынан толықтай өшіріп жіберген. Ол өзінің есімі Ермек екенін, артта өзін зарыға күткен жары мен балалары барын мүлдем ұмытқан. Ол есін жиғанда ештеңе білмеді, сөйлей де алмады. Содан бері осы жерде жүр, деді үй иесі салқын ғана. Айсұлу күйеуінің басынан сипап, оның самай шашындағы үлкен тыртықты көргенде жүрегі қарс айрылды. Ермектің 12 жыл бойы тірі жүріп, үйге оралмағанның себебі оның опасыздығы емес, тағдырдың салған осы бір аяусыз, сұмдық соққысы еді. Шындықтың беті ашылған сайын оқиға бұрынғыдан да сорақы сипат ала бастады. Үй иесінің суық сөздері мен Ермектің қорқынышқа толы көзқарасынан Айсұлу бұл жердегі жағдайдың мүлдем басқа екенін түсінді. Бұл адамдар Ермекке пана беріп жақсылық жасамаған, олар оның дәрменсіз күйін өте аяусыз пайдаланған еді.
Ермектің есінен айырылып сөйлей алмайтынын көрген алқаптың байлары оған ешқандай есімде бермеген. Оны жай ғана мылқау деп атап, 12 жыл бойы ең ауыр жұмыстарға салып қойған. Қыстың қаһарлы аязында да, жаздың аптабында да Ермек таңнан қара кешке дейін солардың мыңғырған малын бағып, тау-тасты кезген. Оған дұрыс тамақ та берілмей, киімі тозғанда малдың терісінен жасалған ескі құрым шапанды иығына іле салған. Сендер оны емдеп көмектестік дейсіңдер, бірақ неге осы уақытқа дейін туыстарын іздемедіңдер? Неге шекара асқан саудагерлерден сұрастырмадыңдар? Деп қанат ашудан қалтырап үй иесіне тап берді. Үй иесі көзін тайдырып, оның кім екенін біз қайдан білеміз? Өзі ештеңе айта алмаса, бізге тегін жұмыс күші керек болды деп мақтанғандай жауап қатты. Айсұлу Ермектің қолдарына қарады, оның саусақтары суықтан түсіп, ауыр бейнеттен қисайып кеткен еді. Оның үстіне Ермек сәл қаттырақ дыбыс шықса, немесе үй иесі жақындаса, кінәлі адамдай басын төмен түсіріп, бүрісіп қалатын. Оны жылдар бойы таяқпен қорқытып, құл сияқты ұстағаны айдан анық еді. 12 жыл бойы өз үйінде қадірлі отағасы болған азаматтың бөтен жерде мұндай қорлық көріп, ессіз құлға айналғанын көру Айсұлудың жанын жегідей жеді. Оның бойындағы қорқыныш енді үлкен ыза мен кекке ұласты. Біз мұнда бір секундта қалмаймыз. Күйеуімді өз үйіне алып кетемін. Деп Айсұлу нық дауыспен кесіп айтты. Айсұлу мен Қанат Ермекті сол зұлым мекеннен алып шығып, туған ауылына қарай бет алды. Үй иелері қарсылық көрсетпек болғанымен, Қанаттың қайсарлығы мен Айсұлудың қаһарлы жүзінен сескеніп жол беруге мәжбүр болды. Асулардан асып бірнеше күндік ауыр жолды артқа тастап, олар өздерінің қара шаңырағына жетті. Ауыл халқы 12 жыл бұрын жоғалған шопанның тірі оралғанын естіп, Ермектің үйінің алдына ағылып келді. Бірі таңғалып, бірі көзіне жас алып, Ермекпен амандасуға ұмтылды. Бірақ Ермек өзін қоршаған жұрттан, шудан шошып, Айсұлудың артына тығыла берді. Ол өзінің туған елін, балалық шағы өткен осы ауылды мүлдем жатсынып, бөтенсіп тұрды. Оның санасы әлі де сол суық тұманды алқапта құлдықтың қорқынышында қалып қойғандай еді. Үйге кіргенде де ол төрге шықпай, есіктің босағасына бүрісіп отырып алды. Айсұлу оның алдына ыстық сорпа келіп, мейіріммен қарады. Ермек, қорықпа. Сен өз үйіңдесің. Енді сені ешкім ренжітпейді деп сыбырлады. Бірнеше күн бойы Ермек ешқандай өзгеріссіз, үнсіз отыра берді. Оның жады мүлдем жабылғандай көрінетін. Алайда Айсұлу үмітін үзбеді. Бір күні кешке ол төрдегі сандықтан баяғыда Ермек жоғалар алдында өз қолымен жамап берген күйеуінің ең жақсы көретін ескі киіз шапанын алып шықты. Оны Ермектің алдына келіп қолдарына ұстатты. Ермек ескі киіз матаның үстіндегі таныс тігістерді, Айсұлудың қолдан салған өрнектерін саусақтарымен сипай бастады. Сол сәтте оның денесі дір етіп, көздері кеңінен ашылды. Ол шапанды мұрнына жақындатып, одан аңқыған баяғы жусан мен туған үйдің иісін жұтқанда, көзінен жас парлай жөнелді. 12 жыл бойы тас болып қатып қалған жадының тереңінде бұлдыр елестер, Айсұлудың жас кезі, балаларының күлкісі, шатқалдың бейнесі ояна бастады. Ол басын көтеріп, Айсұлудың көзіне тұңғыш рет жат адамдай емес, іштей танығандай сағынышпен тесіле қарады. Ескі шапанды иіскеп жылаған сол түннен бастап Ермектің ішкі әлемінде үлкен арпалыс басталды. Оның жады бір сәтте толықтай қалпына келмесе де, өткен өмірдің үзік-үзік елестері санасына біртіндеп орала берді. Ол ауылдың шетіне шығып, алыста мұнартып тұрған Қаратаудың шыңдарына, баяғы өзі талай кезген соқпақ жолдарға ұзақ қарап отыратынды шығарды. Арада тағы бірнеше ай өткенде Ермек алғаш рет булығып, анық емес дыбыстар шығарып сөйлеуге талпыныс жасады. Оның тілі толық икемге келмесе де, ол Айсұлуды нұсқап, ескі қазақ тіліндегі еркелету сөздерін, өзінің өткендегі махаббатын үнмен білдіретін күйге жетті. Ол енді босағада бүрісіп отыратын бейшара малшы емес, өз шаңырағының қадірлі отағасы екенін сезінді. Айсұлудың 12 жыл бойы тартқан тауқыметі, төккен көз жасымен ешкімге бастырмаған асқақ адалдығы ақыры жеңіске жетті. Ауыл халқы бұл отбасының хикаясына таңғалысып, Айсұлудың ерлігі мен төзімін кейінгі ұрпаққа үлгі етіп айта бастады. Көрші-қолаң арасында бұл оқиға нағыз махаббат пен адалдықтың символы деген атпен таралды. Ермек енді ешқашан шатқалға тереңдеп жалғыз бармайтын болды.
Ол күн батарда үйінің алдында өзінің адал жары Айсұлудың қасында отырып, балалар мен немерелерінің күлкісін тыңдағанды жақсы көрді. Тағдыр оларды 12 жыл бойы аяусыз сынағанымен, ешқандай қалың тұман, ешқандай жадыны өшірген соққы және ешқандай зұлымдық екі жүректің арасындағы тылсым байланысты бұзе алмаған еді. Олардың махаббаты уақыттан да, ұмытылудан да үстем болып шықты.